Армысыздар. ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Айдана Мәуленқызы. Келесі жылы Қазақстанда Илон Масктың Starlink интернетіне қосылуға мүмкіндік туады. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин журналистермен өткен брифингте Starlink интернетіне рұқсат берілуі мүмкін деп мәлімдеді. Америкалық кәсіпкер Илон Масктың компаниясы ұсынып отырған спутник арқылы тарайтын Starlink интернетін әлемнің көп елі пайдаланады. Кейбір ақпарат көздерінде 32 ел осы интернетті қолданысқа енгізген. Starlink ірі қалалардан шалғайдағы елді мекендерді, теңізде жүзіп жүрген кемелерді интернет байланысымен қамтамасыз етіп, автократиялық режимдерде цензурасыз ақпарат таратуға мүмкіндік беретін ғаламдық жүйе. Ал бұл желіге қосылу үшін станциялар, үй және жұмыс терминалдары қажет. Еліміздің цифрлық даму министрлігі бұған дейін Илон Масктың интернетіне осы жылдың 4-ші тоқсанында қосылуымыз мүмкін деп хабарлағанды. Алайда бұл шаруа келесі жылдың еншісінде қалмақ. Министр Мусиннің айтуынша 2024 жылы Starlink интернетіне қосылуға мүмкіндік туады. 10 ауылдық мектепті пилоттық жоба ретінде қарастырмақ. Сейчас реализовываем пилотный проект с этой компанией, с компанией Starlink. Біз қазір Starlink компаниясымен пилоттық жобаны жүзеге асырып жатырмыз. Қазір осы жоба арқылы 10 ауылдық мектепті қосамыз. Жарты жылда 2000 мектепті қосуды жоспарлап отырмыз. Яғни интернет өте әлсіз, білім беру жүйесін жаңғыртуға жарамайтын секундына 4 мегабит мектептерді таңдаймыз. Заңнамалық шектеулер шынымен де бар, және бұл шектеулер тек Қазақстанда ғана емес. Қазір барлық елдер байланыс саласын реттейтін заңнаманы қайта қарауда. Біз келесі жылы осы жағдайды реттеуді жоспарлап отырмыз. Бірінші немесе екінші жарты жылдықта деп нақты айта алмаймын, өйткені бәрі парламент мәжілісіне байланысты. Егер мәжіліс қолдаса, қабылданады. Жалпы министрлік 250-ге жуық ауылға кең жолақты интернет тартуды жоспарлап отырғаны мәлім. Өкінішке орай қазақстандықтар ауылда айтпағанда қаладағы интернет ұялы байланыс сапасына жиі шағымданады. Ал цифрлық даму министрлігінде мұндай проблема сирек орын алады екен. Мен жеке басым 2 операторды қолданамын, 2 сим-картам бар. Өйткені енді тексеріс жұмыстарында жүргізуге ыңғайлы. Көбінесе бір жұмыс орында болам, әлде үйде болам, ол жерде Wi-Fi да бар. Сондықтан жалпы ондай үлкен проблемаларды тап болмаймын, бірақ тап болған кезде тиісті өтініштерді жаңа біздің радиомониторинг жүргізетін мекемеге жүгініп, сол мекемені жіберем. Әрине, министр хабарласып тұрғанда ұялы байланыстағы ақаулар бірден жойылады. Ал қарапайым тұтынушы сапасысын көтермейтін интернетпен байланысқа шағымданып қана шектелуге мәжбүр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. 21 қарашада кішкентай Милананы жерлеу рәсімі өтті. Еске салайық, 7 жасар қыз баланы бірнеше күн іздеу жұмыстары жүрген еді. Кейін оның денесі үйге жақын жерде табылды. Қылмыстық іс қозғалды, ал халық қабылданған шараларға қарамастан балаларға қарсы қылмыстар саны артып бара жатқаннан наразы. Жалпы жыл басынан бері Қазақстанда 25 бала қайтыс болды. Бұл туралы балалар омбудсмені мәлімдеді. Оның 6-ы жақындарының қолынан қаза тапқан. Қоғамда дүр сілкіндірген оқиға. 7 жасар Милананың өліміне күдікті туған анасы болып шықты. Сол кезде Павлодар облыстық полиция департаменті жағдай туралы түсінік берген еді. Кәмелетке толмаған қызды өлтірді деген күдікпен полиция қызметкерлері анасы мен оның танысы ұстады. Ұсталған өз кінәсін мойындады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 99 бабының 3 бөлігі адам өлтіру бойынша сотқа дейін тергеу басталды. 17 қараша күні түс қайта сағат 4-тер шамасында қыз бала жоғалды. 102 кезекші пультіне сағат 21:15-те анасы қызының жоғалғандығы туралы хабарлаған. Милананы іздестіру жұмыстарына волонтерлер, полиция қызметкерлері мен еріктілер қатысты. Құтқарушылар, тікұшақтар мен кинологтар тартылды. Волонтерлер бірден іске кірісіп, аймақты түгел шарлаған. Поиски шли тяжело, потому что открытая степь. Іздеу жұмыстары қиынға соқты, өйткені ашық елді мекен, оның үстіне ауа райы ылғалды, салқын болды. 20 километр радиусты түгел шарлап шықтық. Әрбір тау тасты барлық аумақты қарадық. Біз қарамаған жер қалмады дейді еріктілер. Жергілікті тұрғындардан жауап алып, көрші ауыл аймақты да тексеріп шығыпты. Потом уже сказали, что возможно она... Іздеу оңай болмады. Өзім басқа ісінде жүрдім. Мүмкін ол қызды ұрлап кеткен болар деген пайымда айтылды. Бірақ біз жұмыстарды тоқтатпадық. Өйткені бұл тексерілмеген нұсқа. Іздеуді жалғастыра бердік. Айнала толған көң тезектерді төңкеріп сабан арасын бәрін қарап шықтық.
Қас қарайған шақта бала табылды деген хабар келді. Ал оның анасы өз кінәсін мойындады. Кінәліні айдаладан іздеп жүрген кезде қылмыскерлер көз алдарында болған екен. Баланы іздеу жұмыстарына да күдіктілер қатысқан болып шықты. Олар жалған бағыт беріп, волонтерлерді жаңылыстырмақ болған. Ел болып 20 километрден астам радиусты шарлап жүргенде қыз баланың денесі 200 метр жерден табылды. Там большая бочка стояла, многотонник. Ол жерде бірнеше тонналық бөшкемен терең шұңқыр болды. Олар мүрдені шұңқырға тастап, үстіне күл толтырып тастаған. Осы кезге дейін оның анасы бізге жалған ақпарат беріп, ізін суытпақ болыпты. Айтуынша Милана әкесіне барғысы келмей содан соң қашып кетіптіміз. Ал қыз баланы өлтіруге қатысқан ер адам әу бастан іздестіру жұмыстарына да қатысты. Көрші ауылда біреулер оны көріпті деген жалған ақпарат беріп бізді шатастырды. Әрине, ол ақпаратты бірден тексеріп, жалған екеніне көз жеткіздік. Көптің көкейіне кірбің түсірген бұл жайт волонтерлерге де ауыр тиген. Бұл сұмдық жағдайдың анық-қанығына көз жеткізгенде төбемізден жай түскендей болды. Қаршадай баласын қорғауы керек ананың мұндай әрекетінен кейін оны ана деп айта алмаймын. Жоғалған адамды іздестіру жұмыстарымен 8 жыл айналысып келемін. Бұл жағдайдан кейін әлі өз-өзіме келе алмай жүрмін. Балалардың құқықтарын қорғау комитеті өкілдері де өз пікірін білдірді. Очень надеялись на то самое чудо. Құтқару тобымен үнемі байланыста болдық. Жақсы хабар бола ма деп соңына дейін үміт үзбедік. Алайда бала өлі күйінде табылды деген хабар келді. Комитет төрайымының айтуынша, Милана өте ақкөңіл және мейірімді бала еді. Свободно говорила на 2 языках, очень открытый ребенок. Екі тілде еркін сөйлей алатын мінез ашық қыз болған еді. Суретте көргендеріңіздей, көк көзді ашық реңді жарық жұлдыз. Жарқ етіп сөнді де барды. Отбасында жеткілікті деңгейде көңіл бөлінбегеннің, адам құрлы көрмегеннің кесірінен қаза болды. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТТК 42 телеарнасы. Жаңа жыл, жаңа баға. Нарықтағы қымбатшылық тұрғындардың тағы да қалтасын қақпақшы. Қоғамдық көлікпен қатынайтындар тыңдасын. 2024 жылдан бастап жолаушы көлігіне қолма-қол 200 теңге ақы төлеу арқылы діттегендеріңізге жете аласыз. Тілші қатысын. Естеріңізге сала кетейік, осыдан бір ай бұрын жол жүру ақысы 120 теңгеге дейін көтерілуі мүмкін екендігі мәлімделді. Алайда әкімдіктегілер қаулыны қайта қарап 100 теңге қылып өзгерту туралы ұсыныс тастаған болатын. Қоғамдық бірлестік ұсынысты қолдап отыр. Тұрғындардың өз айтары бар. Зарплат көтеріліп жатқан жоқ. Үлкен кісілерге, пенсионерлерге ол деген өте қиын төлеуге. Көбі деген картаның несіне білмейді, қандай пользу ететінін. Сосын көп жүрмейді. Олардың біреулері бар, ауылдық жерлерде отырып қалған кісілер бар, шықпайды. Қалада жүретіндерге өте қиын болады. Менің ойымша, ол үшін үкімет деген біздің жалақы көтерілу керек. Көбінің жағдайы келмейді ғой. Мысалы, біздер алыс жақтан келеміз, әлен шақырым жерден бүгін келіп тұрып, біздің де проездіміз 5000 болып кетті. Біздің жағдайымыз оған келмейді. Мен совхоздан келіп тұрмын. Бұрынғы бағасымен. Басқа не айтамыз енді? Халықтың бірдейміз енді. Үкіметтің басына біздер надеяться етпейміз енді. Үкімет деген біздерге ештеңеде көмектесіп жатырған жоқ. Ешқандай көмегі жоқ біздерге үкіметтен. Өздеріміз тек. Студенттерге қиын. Болмайды ол, ешкім көп. Білмеймін, акимат не ойлайтындар. Қазір босқа халықты тек раздражать етіп тұр ғой. Көшеге шықсын деп. Итакты жаңа мен келе жатырмын автобуста, әңгімелер сол. Көпшіліктің пікірі бір арнаға тоғысқан. Қарсымыз дейді бір ауыздан. Тек зейнеткерлерге және 7 жастан 15 жасқа дейінгі балаларға жеңілдіктер қарастырылған. Бірақ алаяқтар бұны тиімді пайдаланып кетпеу үшін картаны жеке мәліметтермен толтырған нұсқаға ауыстыру жоспарлануда дейді маман. Келесі жылы 1 қаңтардан бастап енгізу жоспарланып отыр. Қазақстанда құжаттамалық дайындықтар жүріп отыр. Өткен аптада қоғамдық кеңестен өткізілді, әлде маслихаттан өткізіледі. Сондай сияқты секілді жұмыстар жүргізілуде қазір енді. Өзге қалаларға қарағанда бізде бұған дейін ең төмен жолақы болды. Дегенмен қоғамдық көлік төлемі қымбаттады деп көлденең көк атты халықтың қалтасын қағуды көздеуі мүмкін. Қаламқас Бейсенғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Ақтөбеде жаңа өндірістерді ашу үшін табиғи газдың қосымша көлемі қажет. Көгілдір отынға сұраныс жыл сайын артып келеді. Халық пен кәсіпорындардың қажеттіліктерін жабуға Бұхара-Орал магистральдық газ құбырының 3-ші тізбегі көмектеседі. Оның құрылысына 11 миллиард теңге бөлінді. Нысан келесі жылы тапсырылады. Айдос Мәлікұлы айтады.
Кәсіпкер Серік Қуандықов ауыл шаруашылығымен айналысады. Қорасында 40 сиыры бар. Оған қоса фермер егістіктерде картоп, қызанақ, жүгері, қарбыз және құлпынай өсіреді. Бірнеше жыл бұрын ол жұмысшыларға үй салған, бірақ газдың болмауына байланысты қажетті жағдай жасай алмапты. Нам нужно только отапливать это помещение. Біз тек осы бөлмені жылытуымыз керек. Мұнда 100 шаршы метрде жоқ. Біз Трансгазға хабарластық. Олар тек жеке тұлғаларға рұқсат береміз дейді. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік рұқсат бермейді, себебі мораторий бар. Көгілдір отынды тек фермерлер ғана күтіп жүрген жоқ. Газ ірі инвестициялық жобаларды іске асыру үшін де қажет. Өңірде болат балқыту және цемент зауыттарын іске қосу, теміржол рельстерін шығаруды, сондай-ақ медициналық диализаторлар өндірісін жолға қою жоспарлануда. Без реализации третьей нитки. Біз Қазтрансгаз аймақ және Интергаз орталық Азия бірлесіп жобалауға техникалық шарттар береміз. Бірақ бұл да біздің облыстағы газ қорының тапшылығын шешпейді. Оларға техникалық шарттар беріледі, өйткені онсыз олар жобалық құжаттаманы, мемлекеттік сараптаманы жасай алмайды. Газ тапшылығы Бұхара-Орал магистралды газ құбырының 3-ші желісінің іске қосылуымен жойылады. Оның құрылысы қазынаға 43 миллиард теңгеге шықты. Жаңа желінің ұзындығы 165 километр. Оның 66-сы салынған. Газ құбырын іске қосу жалпы құны 3 триллион теңгеге жуық 17 ірі инвестициялық жобаны іске асыруға мүмкіндік береді. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК қыркүйек телеарнасы, Ақтөбеден. Батыс Қазақстан облысының жүргізушілері 1 желтоқсаннан 1 наурызға дейін қысқы дөңгелекпен жүруге міндетті. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысының полиция департаментінің өкілдері мәлімдеді. Қысқы уақытта жазғы дөңгелекпен жүрген жүргізуші анықталған жағдайда полиция қызметкерлері айыппұл салуға құқылы екенін ескертті. Толығырақ алдағы сюжетте. Ел аумағында 1 желтоқсанға дейін жеңіл автокөлік иелері жазғы дөңгелектерін қысқы шинаға ауыстыруы тиіс. Бұл туралы полиция департаментінің мамандары түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Осылайша жол көлік оқиғаларының алдын алу шаралары қолға алынуда. Олай болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес 5 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынады. Егер бір жыл ішінде жүргізуші осындай құқық бұзушылықты қайта жасаса, онда айыппұл 10 айлық есептік көрсеткішке дейін артады. Техникалық регламент талабы осындай. Мұзда жазғы дөңгелекпен қауіпті ғой жүрген енді. 1 желтоқсаннан бастап ауыстырылды дөңгелектерім шиповный. Қыс таяп қалды, сондықтан барлық көлік құралдарының дөңгелегі қысқы резеңкеге ауысуы керек. 1 желтоқсаннан 1 наурызға дейін бұл қауіпсіздік талаптары сақталуы тиіс. Өйткені шаһарда алғашқы жауын-шашын басталғаннан кейін қарбалас басталады. Оның себебі жүргізушілердің қыс мезгіліне дайын еместігінде дейді тәртіп сақшылары. Оның себебі өздеріңіз білесіздер, қысқы уақытта көп жол көлік оқиғалары орын алады. Соның алдын алу мақсатында жолда абай болыңыздар. Полицейлер жүргізушілерді алдын ала қамданып, көлікті қыс маусымына ертерек дайындауға шақырады. Бұл бағытта 1 қарашадан бастап профилактикалық жұмыстар басталып кеткен. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Жер шары тұрғындарының 90% герпес инфекциясымен ауырған немесе жұқтырғандар санатында. Жұқпалы дертті жара немесе уақытша симптомда ауруға ұқсатып, өздігінен ем шара жасауға еті үйренгендерде жоқ емес. Сала өкілдерінің кеңесі қандай? Әріптесім Айым Сүлейменова облыстық тері-венерологиялық диспансерінің мамандарымен тілдесіп қайтты. Ұшық медицина саласында герпес атауымен танымал. Жалпы медицинада герпестің 8 түрі белгілі. Соңғы 2 түрі ғылыми дәлелдеуді қажет ететіндіктен мамандар профилактикалық жұмыс жүргізумен шектеліп отыр. Бүгінде азаматтардың арасында ерін және жыныстық герпеске шалдыққандар жиі кездеседі. Герпес инфекциясының таралу көзі ауырған немесе вирусты жұқтырған адам арқылы беріледі. Тұрмыстық заттарды бірге қолдану, жыныстық қатынас, Эйнштейн-Бара, туа бітті пайда болған түрлер кездеседі. Мәселен, болашақ ана жүктілік кезінде герпесті жұқтырып, дұрыс ем шара жасалмаса қауіптілігі артады. Бірінші кезекте баланың дамуына тікелей әсер етеді. Сондықтан өкінішті жағдай орын алмас үшін жүктілікті алдын ала жоспарлаған жөн. Инфекцияға қарсы қан талдауларын тапсырып, иммундық жүйені қалыптастыру керек. Тұрғындардың есіне салғымыз келеді. Жұқпалы дерттен өз бетіңізбен күресуге тырыспаңыз. Дәрігердің бақылауында болыңыз. Өйткені ағзаға түскен вирус өмір бойы организмде болады. Герпес адам терісі мен
мен шырышты қабықшаларда шоғырланған вирус. Бұл инфекциялық ауруға иммундық жүйені көтеру арқылы төтеп беруге болады. Сондай-ақ суықтан қорғану, жаман әдеттерден бойыңды аулақ ұстау арқылы аурудың алдын алуға мүмкіндік бар. Ғазиза Өтешеваның айтуынша, ерінде пайда болған ұшық кезінде дәрігердің көмегіне жүгінетін науқас жоқтың қасы. Ұшыққа арналған жақпамай қаладағы кез келген дәріханаларда сатылады. Міне бізде бір данасын сатып алдық. Мұнда бұл жақпамайды қолдану тәсілі барлығы толықтай жазылған. Алайда дерматолог мамандар дәрігердің нұсқаулығымен ғана осы жақпамайды қолдануға кеңес береді. Өйткені теріде пайда болған жара жазылғанымен организмде инфекция ұзақ уақытқа сақталатын көрінеді. Облыстық тері венерологиялық диспансерде дүниежүзілік герпеспен күрес күніне орай ашық есік күні өтуде. 130-ға жуық қала тұрғыны мамандар кеңесіне жүгінген. Шара аясында жұқпалы инфекцияның белгілері бар азаматтар анықталмаған. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Марлен Искалиев, Аймұрат Жағыпбар, ТДК 42 телеарнасы. Тұрмыстағы зорлық зомбылық, буллинг мәселелеріне қатысты Аманат партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалының қоғамдық қабылдау бөлмесінде құқықтық көмек партиялық жобасы аясында тұрғындарға тегін қабылдау жүргізеді. Онда заңгерлер, медиатор, адам құқығы жөніндегі уәкіл, полиция департаментінің басшылары тегін кеңес беріп қана қоймай, қолдау көрсетуші құзырлы органдарға азаматтарды жолдауда. Такие приемы проходят в квартал 2 раза. Мұндай кездесулер жылына бірнеше мәрте ұйымдастырылады. Барлық қызмет алушыларға заңгерлік көмек тегін беріледі. Қиын жағдайға тап болғандарға қолдау тетіктерінің бірнеше типтері бар. Осындай кездесулер ғана емес, жалпы тәулік бойы қызмет көрсетілетін естеріңізге сала кетеміз. Ұлттық валюта теңгенің айналымға енгізілгеніне 30 жыл толуына арналған іс-шаралар шеңберінде Батыс Қазақстан облысының қаржы жүйесін дамытуға және нығайтуға елеулі үлес қосқан Қазақстан Республикасы ұлттық банкіне еңбек сіңірген қызметкер Борис Ізбасаровты еске алу құрметіне мемориалдық тақта орнатылды. Борис Ізбасаров ұлттық валюта теңгені енгізу тарихи оқиғасына тікелей қатысушы және оны жүзеге асыруға үлес қосқан басшы болды. Ол облыстың банк жүйесінің қалыптасқан тарихында есімі қаларлықтай үлкен жұмыс атқарды. Қаржы жүйесіне арналған көптеген жұмыстардың авторы. Мемориалдық тақтаны орнату жұмысын жеке қор мен Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің Батыс Қазақстан филиалының ұжымы бірлесіп іске асырды. Бүгін келген кісілердің бәріне алғыс айтамыз. Осылай бәрі деген ұмытпай, осылай деген келіп, бұрында бірге істеген кісілер бар мәжде. Облыс әкімінен келіп жатыр. Солардың бәріне көп рахмет айтамыз. Сол кісіге рухани жаңғыру дейді ғой, енді сол кісіні ешқашан да ұмытпаймыз. Сол кісінің шәкірттері қазір банкілерде жұмыс жасап жатыр. Екінші деңгейде банкілерде, финансовый системада жұмыс жасап жатыр. Бүгін сол кісіні еске алып, осындай тақта орнаттық біздер. Дана Келебаева, Марлен Искалиев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Грэплинг пен грэплинг-гейден әлем чемпиондары шаһарға оралды. Әлемнің түкпір-түкпірінен 800-ге жуық спортшы қатысқан жарыс Мәскеудің Красногорск қаласында өткен болатын. Чемпиондарды туған туыстары, достары, бапкерлері, сондай-ақ дене шынықтыру және спорт басқармасының басшылығы мен тілшілеріміз қарсы алды. Спортшыларды қарсы алуға келген халықтың қарасы қалың. Себебі ел үмітін ақтаған жас өркендеріміз алтыннан алқа тақты. Оларға құрмет ерекше. Мәселен, жеңімпаз Әли Қобыланды 6 жасынан бері осы спорт түріне қызығушылық танытып, бүгінге дейін бірқатар жарыстардан жеңіспен оралған. Бұл жолғы жеңістің дәмі бөлек. Үздіктердің ішінен алтын таққан жас спортшының жетістігін әкесі Саят Сармалиев мақтанышпен жеткізді. Жас чемпионның жасы қазір 8-де. Көп рахмет айтамын. Соның ішінде Мұхамеджан Зайреден, Алмас ағайлары көп алғысымды білдіремін. Менің Қобыланды Мұхаммед деген балам Мәскеу қаласына өткен 2023 жылы грэплинг күресінен бірінші күні гей түрінен екінші орын алған болса, кимоно түрінен алтын алқа егері болып жатыр. Бұл әлемдік дода қарашаның 18 мен 19-ында Красногорск қаласында өтіпті. Қатты қиын болған жоқ, бірақ та жақсы өтті, жақсы. Россияға жақсы. Қарсыласым қатты қиын емес. Екі белдесу жасадым.
61 келіге дейінгі салмақта Армат Қабдолов та алтыннан алқа тағынған жас спортшы. Ол өзіне қиынға соққан мықты қарсылас дағыстандық спортшымен финалдағы кездесуді еске алды. Жарыс өте жақсы деңгейде өтті. Қалай айтсақ, енді әлем чемпионаты ғой, қалай болса да. Өте әр елдің мықты палуандар қатысты, 800-ден астам спортшылар болды. Индиядан және Ресей елінің палуандарымен шықты. Жаттықтырушылардың айтуынша спортшылардың ата-аналары жол ақысын, қажетті шығындарын жергілікті кәсіпкерлерден қаражат жинау арқылы төлепті. Демеушілердің қолдауының арқасында осындай жетістікке жеткен тарландар алдағы уақытта да жеңіс тұғырынан көрінуге ниетті. Жарысқа мысалы демеуші болған кісіге мен алғысымды айтқым келеді. Мына ПСП Серік ағамызға алғысымды айтқым келеді. Өте жарысқа баламызға көмек көрсетті. Грэпплингтен өткен турнирге Алжир, Үндістан, Қазақстан, Қырғызстан, Норвегия, Сербия, Түркия, Өзбекстан, сондай-ақ Ресейдің 35 аймағынан 800-ден астам спортшы қатысыпты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағбар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Қадірменді телекөрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпаратты ТДК 42 телеарнасының ресми сайтынан немесе әлеуметтік желілердегі парақшалардан, сондай-ақ WhatsApp желісіндегі каналдан біле аласыздар. Эфирде амандықта жүздескенше.